Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді чак-чактар дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге 4 жұмыртқа керек болады. Шым-шым тұз және де жарты шай қасықпен ас соусы керек болады. Достар, толық мөлшерін мен төменге тағы да тастап кетемін, сондықтан сол жерден қарап алсаңыздар да болады. Енді осыларды араластырып, нанның қамырын жасаймыз. Міне, дайын болғаннан кейін бұны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сосын осыны 2 бөлікке бөліп илейміз. Кәдімгі бешбармаққа илеген сияқты өте жұқа қылып илеңіздер. Қытырлап, өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Илеп болғаннан кейін де бұны 10-15 минутқа тынықтырып қойыңыздар, кішкене кепсін. Сосын осылай 4-5 см қылып арасын кесіп шығамыз. Міне, енді осыны лапшаға тураған сияқты осылай жіңішке етіп тураймыз. Барлығын осылай турап шығамыз. Осылай кептіріп қойдым, шамалы басқаларын турап болғанша, содан кейін қызып тұрған майға саламыз осыны. Араластырып тұрыңыздар міндетті түрде, себебі 40 секунд 1 минутта тез-тез пісіп кетеді. Бұл сондықтан күйіп кетіп, бір жағы ақ, бір жағы қызыл болып қалмау үшін осылай араластырып тұру керексіздер. Бұл бізде балды сироп. Балды кез келген медті ертіп аласыздар газға, және де песок қоссаңыздар да болады. Енді мына жерде мейіз қосып жатырмын. Сиропымды құйып жібердім. Мейізді мен қазір грецкий орех қосам еще. Екеуін қосу қоспау өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бірақ қоссаңыздар өте дәмді болып шығады, сондықтан қосқаныңыз жақсы. Қара мейіз болған жақсы, әйтпесе менде мына жерде көрінбей тұр, көрдіңіздер ме? Достар, міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз маған келесі видеоны түсіруге шабыт береді. Көп-көп рахмет сіздерге.